аударып айтқан Мырзабек Гүлжан. Бұның бәрі бір демалыс кезінде басталды. Біз құрбылармен кәдімгідей сөйлесіп отқан едік. Сол кезде біздің құрбымыз келді де оларға айтты: «Хей, мен күшті программа таптым, керемет!» деген. «Жігітпен біз таныса алатын болдық, жақсы болды», дедім. Ал Мемір: «Я кешір, бұда бірақ та 13 емес 18 деп тұр». «Ну да, қоя берші, зато біз үлкен жігітпен жүре аламыз». «Керемет болды», дедім. «Бұл бүркінті ғой, жарайды, қойшы», дедік те. «Зато біз мектепте танымал боламыз». «Ең керемет, қыз танымал болудың оңай жолы осы, білесің бе?» «Керемет, тамаша», деді. Мен ойланып көрдім. Бірақ шынымен де бұл қызықты болады. Сондықтан жарайды дедім де. Мен мектепте танымал болғым келді. Керемет болды. Біз бірінші өзіміздің аккаунтымызда Ребекка деп жаздық та, оғаның бір қыздың суретін салдық. Бірақ ол бізді танымайтын еді, біз оны танымаймыз. Сосын жігіттер жаза бастады. Біз соның ішіне бір ең керемет солын таптық. Чиркес деген. Ол күшті, өте керемет болды. Оның да жасы 18 деді. Менің құрбым оған қатты күшті, ал мен бір түрлі болдым. Бірақ маған бәрібір болды, себебі мен танымал боламын. Біз қатты қуандық. Тамаша болды. Сосын екеуін қостық та жаза бастадық. Менің досым оған жаза бастады: «Сәлем, менің атым Ребекка. Екеуміз кездесейік, екеуміз бірге болғанымыздан жүрейікші», деді. Сосын екеуі жүрді. Бұл маған әрине ұнамады. Ол бургер сататын еді. Сосын ол оған жазған еді: «Кездесейікші» деп. Ол менің құрбым оған «я» деді. Мен оған айтып: «Жынсың ба? Біз әлі кішкентаймыз ғой, ол бізді біліп қойса ше, кішкентай екенімізді». Сол кезде не болады барлығы? Мен қатты қорықтым, ол да құрбым қатты қорқып болды. Сосын: «Кешір, мен келе алмаймын», деп жазды. «Менің көп жұмысым бар, сау бол», дедік. Келесі күні құрбымның үйіне полиция келіпті. Мен оған не болды деп сұрағым келді. Сол үшін барып сұрадым: «Не болып қалды, Үрке?» деп. Сосын ол сол жынды маған жаза берді, жынды ұқсап. «Егер де келмесең, мен сенің үйіңе полициямен барамын», деді. «Ужас, что это?» дедім да, мамама мен де барып айтып бердім. Мамам қатты маған ұрысты. Және мен 2 айға қаңып қойды үйімнен. Планшет, барлығын, телефон, ешқайсысын сатқан жоқ. Сосын мен ішім пысып отырдым. Мүмкін бұл да дұрыс шығар.